Күні кеше сенаторлар зиянды еңбек жағдайларында ұзақ уақыт жұмыс істегендерге 55 жастан бастап зейнеткерлік жасқа толғанға дейін арнайы әлеуметтік төлем енгізуді мақұлдады. Құжатқа мемлекет басшысы қол қойса, келер жылдан бастап жаңа әлеуметтік көмек енгізіледі. Жаңа бастаманың маңызды тұсы 55 жасқа жеткен 7 жыл кәсіптік зейнетақы аударымы бар азамат жеңіл жұмысқа ауыса отырып, қосымша төлемге өтініш бере алады. Арнайы әлеуметтік төлем 4 қаражат көзіне жүзеге асырылады. Республикалық бюджеттен, өмірді сақтандыру жөніндегі компаниялардан, жұмыс берушілердің қаражаты есебінен және де міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен. Тау-кен өнеркәсібі, металлургия өндірісі, атом, химия, бұрғылау, мұнай өндірісі, яғни осындай ауыр қиын жағдайда жұмыс істейтін жұмыс орындары. Және бұл тізімге кірудің ең басты шарты жұмыс орындарының қызмет уақытының 80% зиянды ауыр қауіпті жағдайда өту керек. Мамандықтарға тоқталайын. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 24 мамырдағы нөмірі 170 бұйрығына сәйкес ауыр өнеркәсіпте жұмыс істейтін 2395 мамандық бекітілген екен. Бұйрықта зиянды жерде жұмыс істейтін көлік жүргізушілері, механиктер, электр дәнекерлеуші, технолог, геолог, аспиратор секілді мамандықтар